Төртінші аудио. Уақытқа бағынбайтын, ешқандай ортамен, қоғаммен шектелмейтін, бүкіл адамзат үшін маңызы зор құндылықтарды жалпы адамзаттық мәңгілік құндылықтар дейміз. Оларға ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау жатады. Ақиқат деп адамның объективтік өмір шындығын дұрыс, дәл бейнелеуін, оны санаға өмірде қандай болса, сондай күйінде түсіруін айтады. Сүйіспеншілік адам мен адамды бір-біріне тартатын, қосатын, оларды әсемдік пен ізгілікке, шындыққа ұмтылдыратын қуатты энергия. Дұрыс әрекет жүректен сөз ретінде шығып, сосын іс жүзінде асатын құндылық. Адам ақиқатты жақтап, сүйіспеншілікпен дұрыс әрекет істегенде ғана жан тыныштығын табады. Ішімізде тыныштық орнаса, біз ешқашан қиянат жасамаймыз, тіпті ойламаймыз да. Қиянат жасамау, басқаларға зиян келтірмей өмір сүру. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау – бұл мәңгілік 5 құндылық адамның ұлтына, нәсіліне, ортасына, дініне қарамайды, уақытпен өзгермейді.